Бейнероликтің демеушісі One X компаниясы жоғары кайфтер, жедел төлемдер және оперативті қызмет көрсету орталығы тек сол жерде. One X сілтемесі төменде. Мадридтік Реалдың бапкері Зинедин Зидан бірнеше ай бұрын ESPN тілшілеріне берген сұхбатында үздік деп санайтын 5 футболшыны айтты. Тізімге Реалдың да, Барселонаның да, тіпті экс-футболшылар да кірді. Топтама қандай болады? Бүгінгі бейнеролик дәл осы тақырыпқа арналмақ. Арнамызға жазылып қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Топтамасының бестігіне Зизу ағылшын футболының аңызы Стивен Джеррардты қойды. Стив жөнінде бір сұхбатында Зидан тілшілер Роналду мен Мессиге өте көп көңіл бөледі. Сол себепті де басқа ұлы футболшыларды назардан тыс қалдырады. Бір кезде Джеррард шынымен де әлемнің үздік футболшысы болды. Стивтің ең басты ерекшелігі оның мызғымас характері. Ол әрқашан алаңда командаластарының бойында рухты оятып, сенімділік беретін. Джеррард мансабын менен 10 жылдан кейін басып, менен 10 жыл кеш аяқтады. Өкінішке орай бізде Стивенмен бірге доп тебетін сәт болмады. Төрттікке Зизу өзінің командасының футболшысы Лука Модричті қойды. Көпшілігі әрине менімен келіспеуі мүмкін, десе де мен үшін Лукито ең үздік жартылай қорғаушы. Бәлкім Модрич фантастикалық статистика көрсетіп, сарапшылардың нұсқасымен жоғары ұпайлар алмаса да, Лука әрқашан өзін ойынға арнап, тәртіпке толық бағынатын футболшы. Шынымды айтсам, Лука нашар ойнаған матчтарды де еске түсіре алар емеспін. Реал нашар футбол көрсетіп жеңілсе де, Лука әрқашан соңына дейін күреседі. Көпшілік айтатындай, шынымен де ол барлық команданың қозғалтқышы. Ал сіз Зизудің пікірімен келісесіз бе? Жауап тұрыңыз комментарийге. Достар, арнамыздың Instagram желісіндегі парақшасына тіркеліп, стористегі күнделікті өтетін викторина сұрақтарына жауап бере отырыңыздар. Бізге де өз сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Ал топ матчтердің эфиріне сілтемелерді біздің ВКонтакте желісіндегі тобымызға шығаратын боламыз. Қысқасы барлық сілтемелер сипаттамада болады. Өзінің тізімінің үштігіне Зидан Бразилия ұлттық құрамасы мен ПСЖ футбол клубының шабуылшысы Неймарды қойды. Мен үшін Неймар қазіргі таңдағы ең үздік футболшылардың бірі. Дәл қазір Неймар мансабының өте қиын сәттерін кешіп жүрсе де, бәрі реттеліп, өзінің топ формасын жинайтынына сенімдімін. Неймар жанкүйерлерді футболға ғашық ететін ойыншылардың бірі. Көпшілігі неліктен тізімде бір ғана экс-футболшы деп сұрауы мүмкін. Бұған жауап ретінде француздық бапкер футболдың тарихы шынымен де ұлы үздік футболшыларға бай. Рональдиньо, Анри және әрине біздің жұлдызды Галактикос. Алайда маған әрқашан Джеррардтың ойыны ерекше ұнайтын. Неліктен оның есімі көп жерде аталмайтынына әлі де таң қаламын. Сол себепті де өзімнің тізіміме қостым, деді Зизу. Және де әрине бірінші мен екінші орындар барлығына онсыз да белгілі болар. Ал кім қай тізімге жайғасқаны Зизу өз айтқаны жөн болар. Месси мен Роналду қазіргі таңдағы ең үздік футболшылар. Әркімнің өзіне тән ойын мәнері, өзіне тән ерекшеліктері бар. Екеуде кез келген сәтте ойынның барысына толық әсер ете алады. Мессисіз Барселона 360 градусқа өзгереді. Роналдуға келсе, Криш өзінің эпохасының үздік футболшысы дер едім. Ол бұны барлық мансабындағы темірдей тұрақтылықпен дәлелдеп қойды. Мені әлі күнге дейін оның еңбекқорлығы таң қалдырады. Месси мен Роналдуды салыстыруға келмейді деген ұғыммен толық келісемін. Десе де олар бір-біріне өте лайықты қарсыластар. Ал сіз Зиданның топтамасымен келісесіз бе? Өзіңіздің топ 5 үздік деп санайтын футболшыларыңызды комментарийге жаза отырыңыздар. Біз міндетті түрде барлығын оқып шығамыз. Бейнероликке лайк басып, арнамыздың басқа жердегі парақшаларына тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше достар, футбол бірінші орында.